Сәлем оқушылар. Бүгін Smiles People's Book оқулығының 10-11 беттегі тақырыпты түсіндіретін боламын. Келесі шығатын сабақтар жіберіп алмас үшін мен арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз animals, яғни жануарлар. Exercise number 17. Listen, point and repeat then match. Тыңда, қара және қайтала, сосын белгілейміз. Біріншісі cow, сиыр, ей суретінде. Екіншісі goat, ешкі. Үшінші rabbit, қоян, ей суретінде. Төртіншісі chicken, тауық, ей суретінде. Бесіншісі duck, үйрек, бей суретінде. Алтыншысы frog, бақа, сей суретінде. Exercise number 18. Find the animals and write. Яғни жануарлардың атын белгілеп сызамыз. Біріншісі cat, мышық. Екіншісі rabbit, қоян. Үшіншісі duck, үйрек. Төртіншісі dog, ит. Бесіншісі chicken, тауық. Алтыншысы frog, құрбақа. Осылай жазып шығамыз. Және сызбадан да белгілейміз. Келесі тапсырма қараймыз. Study spot, яғни ереже берілген. Has he got blue hair? As he has. Оның шашының түсі көк па дейді. Иә. Has she got green hair? No, she hasn't. Оның шашының түсі жасыл ма дейді. Жоқ, оның шашы ондай емес, яғни. Have they got small mouths? No, they haven't. Яғни, they дегенде have қолданылады. You, we, they дегенде have, haven't got болып қолданылады. Ал he, she, itте has not болып қолданылады. Айда have not болып қолданылады. Енді 19-шы атуға қараймыз. Make sentences. Яғни, орын ауысып кеткен сөздерді құрастырып сөйлем жазамыз. Біріншісі, Nanny Rose hasn't got black hair дейді. Nanny Rose'дың шашы қара емес. My dog hasn't got big ears. Үшіншісі, they haven't got pink noses. Төртіншісі, rabbits haven't got small ears. Бесіншісі, Roy the clown hasn't got big hat. Осылай көшіріп жазамыз. Exercise number 20. Look, read and answer. Қара, оқы және жауап бер дейді. Has Liam got red hair? Liamның шашының түсі қызыл ма дейді. Иә, оның шашы қызыл, яғни. Екіншісі суретке қараймыз. Have parrots got small hats дейді. Тоты құстардың басы кішкентай ма дейді. Yes, they have. Иә, олардың бастары кішкентай, яғни. Үшіншісі, have dogs got 2 legs? No, they haven't дейді. Иттердің 2 аяғы бар ма дейді. Жоқ, оларда ондай емес. Has a pony got long legs дейді. Понидың аяқтары ұзын ба дейді. No, it hasn't. Жоқ, олардың аяғы ұзын емес. Оның аяғы ұзын емес. Яғни понилардың аяғы қысқа болып келеді. Exercise number 21. Which is Нұрлан's pet? Read, choose and say дейді. Нұрланның жануары қандай дейді. Оқы, белгіле және айт дейді. My pet has got a big body and 4 short legs. It has got a big head
and two very long ears. Two, it hasn't got blue eyes дейді. Тақырыбы менің үй жануарым. Менің үй жануарымның денесі ұзын және 4 қысқа аяқтары бар дейді. Оның үлкен басы және 2 өте ұзын құлақтары бар дейді. Оның көзі көк емес дейді. Яғни бұл it. His pet is a dog. Оның үй жануары ит дейді. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.